Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Ыстық күнде салқын айстидің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен газымызға суымызды қойып, қайнатып алатын боламыз. Одан кейін үстіне каркадені саламыз да қайнайды. Қайнап шыққаннан кейін біз суымыздан осылай каркадеміздің барлығын мүлдем біреуінде қалдырмай алып алатын боламыз. Одан кейін біз 2 апельсинді осылайнан майда қылып турайтын боламыз. Немесе 1 апельсин, жарты лимон қосып жасасаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Мен осылайнан 2 апельсинмен жасаймын. Осылай барлығын турап алатын боламыз. Жаңағы қайнап тұрған суымызға қантымызды салып, араластырып алатын боламыз. Одан кейін мятамызды саламыз, апельсинімізді салып, бетін жауып қайнатуға жібереміз. Қайнап шығады. Қайнап шыққаннан кейін 4-5 минут тағы да қайнатып аламыз да. Одан кейін газдың астын өшіріп, суығанша қойып қоятын боламыз. Бетін жауып, суығаннан кейін барып, осылайынан өзімізге керек ыдыстарымызға құйып алатын боламыз. Бізде бұл суыған кезде барлық астына түседі. Бірінші бетін жақсылап құйып алып, келесіде міндетті түрде сүзгімен құйып алатын боламыз. Ал біздің айстиіміз дайын, үй жағдайында өте керемет болып шығады. Және енді холодильникке қойып, мұздай қылып ішкенге өте керемет болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.